لأن الناس كلهم جميعا يجب أن يكون دينهم الإسلام، فإذا كان يجب أن يكون دينه الإسلام فإنه يلزم من ذلك أنه يجب أن يتعلموا لغة الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz alın sabahta Mahmudun fil Matar degan sabaqni o'tdik. Mahmudun fil Matar o bizde ad-dars al-awwal va sol ad-dars al-awwalning uyga topshirmalar berdik. Sol topshirmalardan javoblarni aytaman, daftarlaringizga qarab tekshirib olasiz. At-tadribatu. At-tadribat bu topshirmalar. At-tadrib bo'lsa bir topshirma. At-tadribat bu topshirmalar. At-tadribul awwalu birinchi topshirma. اختر الصحيحة دكتور. اختر الصحيحة درست تندا ديد. اختار دين تندا الصحيح بول درست تندا. Mejerde жақшан ішінде 3 сөз берілген. Соны жерде бос орынға қайсысы келеді, соны текстке қарап жауабын беретін боласыздар. Wasala Mahmudun min baladihi wad. Wasala Mahmudun min baladihi tekstdegidey. Ila matar al-Qahira bit-tayrat al-Misriyah deb. Ikisinde wasala Mahmudun ila matarma ila shaqqah va ila fima. Matar biz aeroport, shaqqa bu kvartira, fi ishinde. Wasala Mahmudun ila mataril Qahirati wad. Manzilasidan жерге босарынға. Mahmud Kairдің аэропортына жетті деп жатыр. Үшіншісінде дахала Mahmudun, Mahmud кірді деп жатыр. Қайқа кірді? Шари'а ба, байт ба, салама. Шари'а бұл көше, байт бұл үй, салах бұл зал. Бұл жерде салават. Дахала Mahmudun салатал усули. Mahmud жету залына кірді деп жатыр. Төртіншісінде малаа Mahmudun битақа. Mahmud карточканы толтырды деп жатыр. Ол қандай карточка? Битақата духул ват. Кіру карточкасын толтырды. Ал-интизар бұл күту, ал-хуруж бұл шығу. Ат-тадриб ат-тани, екінші тапсырма, акмил ан-нақиса. Нақис деген кемшілік. Акмил толықта деген. Кемшілікті толықтыр. Бұл жерде бос орындар тұр, сол жерде керекті болған сөздерді текстке қарап қоясыздар. Мен жауабын айтамын, дәптерге белгілей алыңыздар. Вақафа Mahmudun амама муаззафи. Mahmud жұмысшының алдында тұрды. Қандай жұмысшы? Муаззафил жауазат. Мен жерге әл-жауазат деп жазасыздар. Мен жазу қиын. Әл-мухим әл-жауазат болады. Паспорттарды тексеретін жұмысшының алдында Mahmud тұрды деп жатыр. Екінші вазана Mahmudun әл-хақибата. Mahmud сумканы өлшеді деп жатыр. Би немен болады? Бил мизани. Таразымен өлшеді. Үшіншісінде дафа Mahmudun. Mahmud төледі нені? Миата джунейхин. Миата джунейхин. 100 джунайды төледі. Фил хазинати. Ал-хазина. Mahmud 100 джунайхды кассаға төледі. Джунайх бұл Мысырдың валютасы. Төртіншісінде шахада Mahmudun. Mahmud куә болды немесе көрді. Хаммалина яхмилуна ал-хақаиба. Хаммалин бұл грузчиктер. Яхмилуна арқалап атқан ал-хақаиба сумкаларды. Оның жауабы осы. Ат-тадриб ат-талис. Үшінші тапсырма. Бұл жерде не істеу керек? Стрелка қою керек. Ат-тадриб ат-талис. Үшінші тапсырмада сил калимат ал-қаймати алиф бима юнасибуха фил қаймати ал-ба. Алиф тізбегіндегі сөздерді деп жатыр. Бә тізбегіндегі сай келетін өзінің орнына сил байланыстыр деп жатыр. Бұл жерде алиф ал-қаймату алиф, алиф тізбегі, ал-қаймату ал-ба, бә тізбегі. Біріншісін жауабын айтқан болатын. Ахазал муаззафу. Жұмысшы алып кетті неді? Ал-жауаза, паспортты. Екіншісінде фатташа дабиту ал-хақибата. Офицер
сумканы тексерді. Al-ummalu yunazzifuna, жұмысшылар тазартып жатыр нені? Al-arba, жерді тазартып жатыр. Habatat at-ta'iratu, самолет қонды деп жатыр. Fil matar, аэропортқа самолет қонды. Hadhihi, бұл salatul usuli, бұл жету залы. Жауап осылай. At-tadrib ar-rabi', төртінші тапсырма. Акмил al-hiwar at-taliya, келесі диалогты толықтыр деп жатыр. Бұл жерде өзіңіз не аласыз? Толтырасыз, бұл жеңіл. At-tadrib al-khamis, бесінші тапсырма. Sil bayna as-su'al wal-ijaba, сұрақ пен жауаптың арасын байланыстыр деп жатыр. Байна арасында, арасын деп жатыр, екеуінің арасын жаңағыдай стрелка қыласыздар. As-su'al, сұрақ, бұдан al-ijaba, жауап. Айна тақифу at-ta'iratu, самолет қай жаққа тоқтайды? Бұның жауабы fil matar болады. Мата васала ахук, сенің бауырың қашан жетті? Qabla al-asri, асырдан бұрын жетті. Hal anta misriyun, сен мысырлысың ба? La ana maghribiyun, жоқ, мен мароккалықпын. Маза яф'алу муаззафу al-jawazati, паспорттарды тексеретін жұмысшы не істеп жатыр? Яхтимул жауазат. Мына болады жауабы. Паспорттарға печат қойып жатыр. Кайфа тусафир, қалай сен сапарласың? Оның жауабы бит-таира, самолетпен. Аллаху алам. Ат-тадриб ас-садис, алтыншы тапсырма. Раттиб кама фил мисал, мысалдағыдай реттестір деп жатыр. Васи'ун ва кабирун ал-матару. Оның жауабы al-mataru wasi'un wa kabirun. Аэропорт үлкен, кең және үлкен деп жатыр. Мысыр ал-Қахира және фи деп тұр. Бұны қалай құрастырамыз? Ал-Қахирату фи Мисра болады. Каир бұл Мысырда. Каир бұл Мысырдың астанасы. Ва фихи ал-масджиду мусаллуна кабирун. Бұның жауабы қалай болады? Бұның жауабы ал-масджиду кабирун, мешіт үлкен. Ва фихи, оның ішінде мусаллуна, намаз оқитын адам кісілер бар. Al-ghurfatu wasati al-misbahu және фи. Бұның жауабын қалай жинейміз? Al-misbahu фи wasati al-ghurfati. Лампочка жарық бөлменің қақ ортасында. Min ar-rukkab yanzil at-tayara. Бұның жауабы қалай болады? Жауабы yanzil ar-rukkabu min at-tayarati. Жолаушылар самолеттан түсіп жатыр. Ат-тадрибу ас-саби', жетінші тапсырма. ضع الفعل المناسب في مكان المناسب. Сай келетін есікті сай келетін орынға қой. Мына жерде хатама, васала, хатама печат қойды, васала жетті, мала толтырды, хадара келді, вазана өлшеді, хараджа жетті, кірді, шығып кетті, дахала кірді. Бұны сай келетін орындарына қоямыз. Біріншісінде хадара Махмуду мин баладихи, Махмуд өзінің қаласынан келді. Ва васала иля матар ал-Қахира, Каирдің аэропортына Ajam жерде васала Махмуду мин баладихи болады. Васала Махмуду мин баладихи, біріншісі васала. Одан ва хадара иля матар ал-Қахира, кейін Каирдің аэропортына келді деп жатыр. Хадара келді. Ва дахала Махмудун салатал усули, Махмуд қону залына кірді. Ва вазана ал-хақаиба, сумкаларды өлшеді. Сумма, сосын малаа битоқат ад-духул, кіру карточкасын толтырды. Ва хатама ал-муаззафу лаху al-джаваза, жұмысшы оның паспортына печат қойды. Сумма хараджа мин ал-матари, кейін аэропорттан шығып кетті. Аллаху алам. Ат-тадриб ас-самин, мына жерде акмил кама фил мисал, мысалдағыдай толықтыр деп жатыр. Қараат Фатиматул китаба, Фатима кітапты оқыды. Мына жерде Фатимату қараатил китаб, өз жазасыздар. Мысалдағыдай, мысалға сами'ал мусаллию ал-Қур'ана, мына жерге
المصلي سمع القرآن деп жазасыз. وقف المضيف أمام المسافر. المضيف وقف أمام المسافر деп жазасыз. نامت الطفلة على السرير. الطفلة نامت على السرير болады. جرى اللاعب خلف الكرة. اللاعب جرى خلف الكرة болады. والله أعلم. Бүгін бізде жаңа сабақ. Мән береміз. Бисмилlah. الدرس الثاني екінші сабақ. الدرس الثاني екінші сабақ. Мән береміз балалар. Бұл мән беруге мұқтаж болған, қажетті болған сабақтар. Бірі. الجملة المفيدة пайдалы сөйлем. الجملة бұл сөйлем. المفيدة бұл пайдалы сөйлем. Пайдалы сөйлем деген не нәрсе? Оны қазір өтетін боламыз. Мына жерде мысалдарға қараймыз. Мына жерде сөздер берілген, мысалдар. Мына жерде де мысалдар берілген. Не үшін бұл мысалдар? Қараймыз. Аллаху Раббуна. Аллах біздің Раббымыз. Мухаммадун саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллам набиюна. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам біздің пайғамбарымыз. Ал-иману нурун. Иман бұл нұр. Ал-устазу кабирун. Устаз үлкен. Ал-фаслу назиф. Класс таза. Ал-байту баидун. Үй алыс. Хазихи хақибатун кабиратун. Бұл үлкен сумка. Мына жерде байқап отырсаңыздар, сөздердің барлығы есімдікпен басталды. Етістік, ешқандай етістік жоқ. Жүрді, кетті, отырды, жазды, жеді, намаз оқыды деген етістіктер ешқайсысы жоқ. Сөздердің барлығы есімдікпен басталып жатыр. Аллах бұл есім, Мұхаммад бұл есім, Әл-иман бұл есім, Әл-устаз бұл есім, Нәбей бұл есім, Нұр бұл есім, Кәбе бұл есім. Соған барлығы есімдіктер. Екінші тарапты, екінші топты қараймыз. Жерде ортасына бөліп қойса болады. Екінші жақты қараймыз. Абадал муъминун Аллаха. Момын Аллахқа ибадат қылды. Ғибадат қылды. Етістік бұл. Юсаллил муслиму фил масджид. Мұсылман мешітте намаз оқып жатыр. Бұл да етістік. Истақим. Тура жолда бол. Наззиф саубака. Киіміңді тазала. Жаласту алал курсийи. Орындыққа мен отырдым. Хабататит таирату. Ұшақ қонды. Ихмил хазихил хақибата. Мына сумканы, бұл сумканы арқала деп жатыр. Бұл жері етістіктері қолданылып жатыр. Енді қараңыз. Унзур ва қара. Оқы және қара және оқы деп жатыр. Мысалға Аллаху Раббуна деп айтылса, Аллах біздің Раббымыз. Бұны сіз естіген кезде түсіндіңіз ба, түсінген жоқсыз ба? Бұны түсіндіңіз. Демек, бұны араб тілінде каламун муфид деп айтады. Пайдалы сөйлем. Немесе абадал муъминун Аллаха. Момын Аллахқа ибадат қылды. Бұны сіз тыңдаған кезде түсініп жатсыз ба, түсініп жатқан жоқсыз ба? Түсініп жатсыз. Демек, бұны араб тілінде каламун муфид дейді. Пайдалы сөз. Демек, екеуі жумалун муфидатун. Пайдалы сөйлемдер. Яғни пайдалы деген мағынасы сіз естіген кезде оны түсінесіз. Түсініп тұрғаннан кейін бұл араб тілінде пайдалы сөйлем дейді. А пайдасы да сөйлемде бола ма? Яғни естіген кезде адам түсінбей қалатын. Мысалға, ас-сайярату тариқу фи. Мысалға, көлік жол іші. Көлік жол іші. Бұны тыңдаған кезде сіз не түсінесіз? Яғни бұл каламун ғайру муфид. Бұны түсінген жоқсыз. Ра иля шахинатин. Машинаға қарап десе түсінбейсіз оны. Бұнда араб тілінде каламун ғайру муфид. Немесе айтса, инжа Мұхаммадун. Ин деген егер. Жа келсе, келді. Мұхаммад. Егер Мұхаммад келсе, сізге бір сөйлеп жатыр. Сөйлеген кезде айтады. Инжа Мұхаммад. Мұхаммад егер келсе дейді, үндемей қалады. Сіз оған қарап тұрасыз, келсе не болады деп қарап тұрасыз. Яғни оның сөзі түсініксіз. Егер Мұхаммад келсе дейді, үндемей қалады.
Инжа Мухаммад. Мухаммад келсе деп үндемей қалады. Демек бұл араб тілінде кәлам ғойру муфидин. Бұл пайдасыз болған сөйлем. Яғни пайдасыз дегені сіз түсінбегенсіз. Яғни оның мағынасы жоқ дегенде түсінбейсіз оны. Бұл сөйлемдердің барлығы жумалун ғойру муфида. Пайдасыз болған сөйлемдер. Енді қараймыз. Пайдалы сөйлем деген не ол? Оның неше түрі бар? Вал жумлатул муфидату қисмани. Пайдалы сөйлемнің екі түрі болады. Екі түрі болады. Ал жумлатул исмия. Есімдік сөйлемі біріншісі. Ол есімдік сөйлемі деген не ол? Есімдік сөйлемі деген табдау бисмин. Ол бір есіммен басталады. Мысалға, Аллах, немесе әл-матар, немесе әл-бейту, немесе әна, мен, немесе қилпати, менің мысығым. Яғни бұның барлығы есімдіктер. Мысалға қараңыз, Аллаху вахидун, Аллах жалғыз. Аллах деп есіммен бастап жатыр. Бұл есіммен басталып жатқан сөз араб тілінде, яғни қазақ тілінде бастауыш ол, дұрыс па? Араб тілінде оны мубтадаун деп айтады. Яғни бастауыш. Баяндауыш вахидун, Аллах жалғыз. Аллахтың жалғыз екенін баяндап жатыр. Ол араб тілінде хабар болады. Яғни хабарлап тұр Аллахтың жалғыз екенін. Мубтада бұл бастауыш, хабар бұл баяндауыш. Аллаху вахид, демек бұл не? Есімдік сөйлемі есіммен басталып тұр. Есімдік сөйлемі екі заттан тұрады, ол мубтада және хабардан тұрады. Түсінікті? Ол бекітілген болса да, бекітілмеген болса да. Бекітілген, яғни мысалы Аллах жалғыз бекітілді. Бекітілген жоқ, мысалы бекітілмегені ләл-байту халфал масжид. Мешіттің артында үй жоқ. Бұл жерде әл-байту мубтада сөзді бастап тұр. Халфал масжиди екеуі бірге қосылып хабар болды. Оны алдағы уақытта өтеміз иншалла тереңінен. Мына жерде кауин жумалан кама фил мисалайни, мысалдағыдай сөйлем құрастыр деп тұр. Яғни мысалға ас-сауму, мысалға ораза, фард, мысалға парыз. Ораза бұл жерде мубтада болады, фард бұл жерде хабар болады. Сөйтіп құрастыра бересіз. Қаида, бұны жаза аламыз дәптерге, қағида. Ал-қаидату қағида. Ал-жумлатул исмияту, есімдік сөйлемі, оның анықтамасы хияллати табдау бисмин. Ол сондай сөйлем, ол есімдікпен басталады. Уаяти ба'даху хабар. Ол есімнен кейін міндетті түрде хабар келеді. Одан кейін қараймыз. Бұл жерде жумлату, екіншісі жумланың түрі. Ал-жумлатул фи'лия. Жаңағы жумлатул муфида пайдалы сөйлемнің екінші түрі, мана бірінші түрі есімдік деп айттық, есімдік сөйлемі. Екіншісі түрі етістік сөйлемі. Ал-жумлатул фи'лия дейді араб тілінде. Ол табдау би фи'лин. Бұл бір етістікпен басталады. Фи'л деген бұл етістік, іс-әрекет. Не істеді, не қылды, қайтты деген сияқты жауап береді, айтылады қазақ тілінде. Табдау би фи'лин. Бұл бір етістікпен басталады. Етістіктер араб тілінде үшеу болады. Мадин болады, өткен шақ, мудари' болады, осы шақ, және амр болады, бұйрық. Мысалға айтса, фатаха десе ашты. Ашып тастады өткен шақта. Жаласа отырды өткен шақта. Мысалға сөйлем, фатаха талибул баба. Студент есікті ашты. Ашып тастады өткен шақта. Бұл жерде фатаха фи'л, етістік. Етістікті істеуші кім ашты? Ашты фа'ил, яғни етістікті істеуші талиб, студент. Есікті студент ашты. Есік бұл жерде істелініп жатқан нәрсе. Мафулу бих дейді араб тілінде. Фатаха бұл етістік. Етістікті істеуші талиб, студент, істелініп жатқан нәрсе әл-баб бұл жерде не? Яғни студент есікті ашты. Екінші сөйлем, мысалы, хараджа Махмуду минал маттар. Махмуд аэропорттан шығып кетті. Бұл жерде хараджа бұл фи'л мадин, өткен шақ, шығып кетті. Кім шығып кетті? Шығып кетті Махмуд. Яғни бұл етістікті істеуші. Араб тілінде фа'ил деп аталады. Қазақ тілінде істеуші. Екінші түрі мудари'. Бұл яғни осы шақ болып жатқан. Мысалы, мен сөйлеп жатырмын. Бұл болып жатқан процесс қазір. Мысалға, мен жерде ашып тастады, фатаха. Ал ашып жатыр болса, яфтаху болады. Отырды, отырып жатыр, яджлис болады. Бұл жатқан сәт. Мысалға айтса, яфтаху талибул баба. Студент есікті ашып жатыр. Яфтаху бұл фи'л, етістік. Ат-талибу бұл етістік, ат-талибу
бұл етістікті істеуші, әл-баба бұл істелініп жатқан нәрсе, яғни маф'улун бих. Сол сияқты тамши әл-хафилату фи тариқи, автобустар жолда жүріп бара жатыр. Тамши бұл фи'л мудари', яғни осы жақ болып жатқан. Әл-хафилат бұл автобустар, бұл фа'ил, яғни етістікті істеуші. Үшінші етістіктің түрі бар, бұл амр, бұйрық. Яғни талап етесіз бір адамнан істеуді. Ифтах, аш, иджлис, отыр. Мысалға біреуге айтасыз, ифтахил баба, есікті аш. Ифтах бұл фи'л амр, яғни бұйрық етістігі. Одан кейін әл-баб бұл істелініп жатқан нәрсе. Ал фа'ил қайда оның істеушісі? Оның істеушісі жасырын тұр. Яғни бұл жер ифтах, аш, кім аш? Сен аш. Сен деген бұл жердегі етістікті істеуші жасырын тұр. Оны алда уақыт өтеміз, иншалла. Толығымен. Немесе айтса, идфa'ил хисаба, есеп шотты төле. Идфа' бұл төле. Әл-хисаб бұл есеп шот. Идфа' бұл фи'л амр, бұйрық. Әл-хисаб бұл төленетін нәрсе, істелінетін нәрсе, яғни бұл маф'улун бих. Одан кейін қағида, яғни әл-жүмлату фи'лия, етістік сөйлемінің анықтамасы хия аллати табдау би фи'лин мадин ау мударин ау амрин. Ол сондай бір етістік, ол сондай бір есім, ол сондай бір нәрсе, табдау би фи'лин, етістікпен басталады. Ол қандай етістік? Мадин, өткен шақтағы, ау мудари, немесе осы шақтағы, немесе бұйрық шағындағы етістіктің үш түрінің біреуімен басталады. ويأتي بعد الفعل فاعل. Етістіктен кейін міндетті түрде оны істеуші келеді. Етістікті істеуші, бұны араб тілінде фа'ил дейді. Уахияна маф'улун бих. Кейбір кездерде маф'улун бих келеді, яғни істелінетін нәрсе келеді. Біз ана жерде сөйлемде кейбір жерде келді, кейбір жерде келген жоқ. Ануаул аф'ал, міне етістіктің түрлері. Ануа бұл түрлер, аф'ал бұл етістіктер. Мадин бұл өткен шақ, мудари'ун бұл осы шақ, амрун бұл бұйрық. Осы үшеуі маңыздысы. Одан кейін жүмәлун исмиятун ва фи'лиятун минал Құран вал хадис. Құран және хадисте келген есімдік және етістік сөйлемдері. Мысалға, Валлаху рауфун бил ибад. Валлаху есімдікпен басталып тұр. Аллах рауфун бил ибад. Пенделеріне мейірімді. Одан кейін, бұл жерде бұл есімдікпен бас, есімдік сөйлемі. Ихдинас сиратал мустақим. Бізді тура жолға баста деп жатыр. Фатиха сөз. Ихдина бұл фи'л ад-дуа деп айтады. Яғни дұға қылатымыз, бұл бұйрық емес, бұл дұға. Ихдинас сиратал мустақим. Бізді тура жолға баста. Одан кейін Жұма сүресінде бұл жерде бұйрық райында келіп тұр, яғни дұға ретінде. Одан кейін Юсаббиху лиллахи ма фис самавати ва ма фил ард. Юсаббих, яғни пәктейді. Аллахты пәктейді деп жатыр. Ма фис самавати ва ма фил ард. Аспандағы және жердегі нәрселер Аллахты пәктейді деп жатыр. Кемшіліктерден. Одан кейін хадис, бұл Наби саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллам Ибн Аббастың хадисінде айтады: Иттақиллаха хайсу ма кунта. Қай жерде болсаң да Аллахтан қорық, тақуа қыл. Адамдармен боласыз ба, жалғыз өзің бөлмеде боласың ба, Аллахтан қандай жағдайда болмасын қорық деп жатыр. Одан кейін жүмәлун исмиятун ва фи'лиятун минал хаятил яумия. Өзіміздің бір күндік өмірімізде қолданатын есімдік және етістік сөйлемдері. Мысалға, ассаламу алейкум. Бұл күнде қолданамыз. Ассаламу алейкум. Саған Аллахтың сәлемі болсын. Бұл есімдік. Әл-устазу марид. Ұстаз ауырып жатыр. Бұл есімдік сөйлемі. Ад-дарсу фис сабах. Дәріс таңертең болады. Бұл есімдік сөйлемі. Саллайту фаджра ва қаратул Құрана. Фаджрды оқыдым. Өткен шақ. Ва қаратул Құран. Құранды оқыдым. Бұл да өткен шақ. Аш-шауари'у муздахима. Көшелер пробка. Тааххаратил хафилату. Автобустар кешікті. Өткен шақта. Ар-ранна жарасул мунаббихи. Будильниктің қоңырауы шырылдады.
هذا وقت الراحة. бұл демалыс уақыты. رجعت إلى البيت. үйге қайттым. өткен шақта. كتبت الواجبة. үй тапсырмасын жаздым. өткен шақта. والله أعلم. үйге тапсырма. التدريبات. тапсырмалар. التدريب الأول. бірінші тапсырма. اختار الصحيحة. дұрыс сөзді таңда. التدريب الأول. бірінші тапсырма. бірінші тапсырмада айтып жатыр. Мұхаммадун кәримун. дұрысты таңда деп жатыр. дұрысты таңда. Мұхаммад кәримун. Мұхаммад кәримун бұл жерде бұл жүмле ма, әлде кәлима ма? Жүмле бізде бұл сөйлем, кәлима ол бір ғана сөз. Кәлима ол бір сөз. Бұл жерде сөзсіз екі сөз келіп тұр. Демек бұл бірінші сұрақтың жауабы жүмле болады. Яғни сөйлем ол. Себебі ол мубтада. Сөзді бастаушымен басталып тұр. Одан оның баяндаушы келіп тұр. Яғни мубтада бар және хабар бар, дұрыс па? Демек бұл жүмле болады бізде. Жүмланың бірінші түрі, яғни ол жүмлатун исмия. Есімдік сөйлемі. Осылай келесілерін таңдай бересіздер. Ат-тадрибу ат-тани. Екінші тапсырма. Акмил кама фил мисал. Мысалдағыдай толықтыр деп жатыр. Мысалға мына жерде бос орын тұр, одан кейін уаси' тұр, дұрыс па? Кең деген сөз араб тілінде, қазақ тілінде. Мына жерге өзіңіз бір сөз қоясыз. Мысалға мына жерде мындай сөз қойған. Аль-фаслу уаси'. Класс кең деп жатыр. Одан кейін кабира, одан кейін мафтуха. Мына жерге өзіңіз білетін сөздерді қоясыздар. Келесі сабақта иншалла жауабын айтамын. Ат-тадриб ат-салис. Үшінші тапсырма. Акмил кама фил мисал. Мысалдағыдай толықтыр деп жатыр. Мысалға мына жерде бос орындар тұр. Бос орындар дұрыс па? Аль-муаззафул жауаза деп тұр. Мына жерде аль-мухим, мына жерде есімдік сөйлемі болғаннан кейін мына жерде барлығы есімдіктер қоясыздар. Етістік қойып жүрмеңіздер. Етістік қойып жүрмеңіздер. Есімдік қоясыздар. Бұл екінші тапсырмада. Amma үшінші тапсырмада бұл жерде тек қана етістік қоясыздар. Мысалға мына жерде жұмысшы паспорты деген, мына жерде жауабы тұр. Хатабал муаззафул жауазы. Жұмысшы паспортке печат қойды. Мына жерде мысалы ұшақ деп тұр. Мына жерде текстегідей хабатати тайрату дейсіз. Ұшақ қонды. Осылай орындайсыздар. Ат-тадриб ар-раби'. Төртінші тапсырма. Ихтар ас-сахиха. Дұрысты таңда деп жатыр. Мысалы мына жерде үш сөз берілген. Наим, муздахим және васала. Наим деген ұйықтап жатқан адам. Ұйықтаушы, муздахим бұл пробка, васала бұл жетті. Аш-шари'у, осы үшісі қайсысы келеді? Көше ұйықтап жатыр ма, әлде пробка ма, әлде жетті ма? Сөзсіз көше пробка. Муздахим болады. Бұл мубтада, муздахим хабар. Екіншісін орындай бересіз сөйтіп. Ат-тадриб ал-хамис. Бесінші тапсырма. Ихтар ас-сахиха. Дұрысты таңда. Мына жерде тоже берілген үш сөз. Соның біреуін таңдайсыз. Мына жерде васала жетті, хатама печат қойды, самиа тыңдады. Бұның жауабы самиа талибу дәрсі. Студент сабақты тыңдады. Самиа болады. Ат-тадриб ас-садис. Алтыншы тапсырма. Акмил кама фил мисал. Мысалдағыдай толықтыр. Аль-мусафиру васала. Аль-мусафиру васала болмайды, бәлкім васала аль-мусафиру болады. Бірінші фи'ил келеді, одан кейін фа'ил келеді. Мына жерде мынау дұрыс емес негізі. Мына жерде сөйтіп мына етістіктерін алдына шығарасыз, есімдіктерді артына қоясыз. Ат-тадриб ас-саби'. Жетінші тапсырма. Ихтар ас-сахиха мин байнал қаусайн. Екі жақшаның арасындағы дұрыс жауапты таңда деп жатыр. Мысалға, біріншісін көрсетейін. Сами'a Махмудун ал-азана. Асты сызылған. Сами'a бұл тыңдады, өткен шақта. Бұл фи'л мади өткен шақ па, әлде фи'л мади осы шақ па, әлде бұйрық па? Сөзсіз бұл фи'л мади болады. Одан кейін жерде орындайсыз. Иқра бисми раббикаллази халақа. Мына жерде
тоже не істейсіз, таңдайсыз бұл жерде ас сызылған. Бұл Алақ сүресіндегі аят, дұрыс па? Иқра бисми раббикаллази халақ. Жаратқан Раббыңның атымен оқы деп жатыр. Бұл жерде бұл өткен шақ па, әлде осы шақ па, әлде бұйрық па? Оны таңдайтын боласыз өзіңіз. Келесі сұрақта жауабын айтатын боламын иншалла. Соңғы тапсырма, соңғы тапсырма. Кауин жумалан мустаинан бихазил калимат. Осы сөздерді пайдаланып, солардың көмегімен сөйлем құрастыр дейді. Әл-илм, білім, әл-жамал, әдемілік, әл-байту, үй, иғсил, жу, самиа, тыңдады, ясджуду, сәжде қылып жатыр, ән-наса, адамдар, бәка, жылады. Әл-илму, білім. Әл-илму нурун, білім бұл нұр, өшіп жазсаңыз болады. Бұл жүмлә исмия болады. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.